Мінеке мынау жаңа осы аурухананың бланкысы. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Қазақшасы жоқ. Мынау енді қастандық, қазақты басыну, өз мемлекетінде ашу ызасын тудыру. Қараңыздар, дәрігер жаңа, мне удобно, бізге ыңғайлы қазақша сөйлесетін деген. Қазақша сөйлесіп білетін дәрігер, медбикелер жазып бергендер мінеке. Тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Екінші бет. Осылай бізде Кереку қаласында. Денсаулық басқармасы бізде медицина мекемелері тек қана Ресей Федерациясының тілінде қызмет көрсетеді. Мінеке осылай. Айтқанда сөзбен айтады, бірақ та ыңғайлы деп бір-бірімен орысша сөйлеседі. Және де жазып берген, мысал үшін, дискриминация. Қазақ тілінде қызмет алмаймыз деген сөз ғой. Мынаны қате түсініп, адам өліп қалуы да мүмкін ғой. Дәрі ол химия ғой. Мінеке осындай масқара болып жатырмыз біз Кереку қаласында. Ысқақов әкім бізде, өңірдің әкімі, Байханов қала әкімі. Денсаулық сақтау басқармасының басшысының фамилиясын білмеймін. Мінеке инфекциялық аурухана бізде. Осындай масқарамыз біз.